Силах ибн Ашиям ал-Адауи таң намазы уақытында кіргенге дейін қолын көкке көтеріп, ұзақ жаратқанға дұға қылды дейді. Мен ести алмадым, көп дұға жасады дейді. Ести алмадым көп дұғасын. Бір ғана сәтін естіп қалдым дейді. Мынандай деп дұға жасаған дейді. Аллахума инни ас'алука ан туджирони минан нар. Хал яджтариу абдун хатиун мисли ай яс'алакал джанна. Ей Раббым Алла тағалам, мен сияқты қатеге толы, аяғы да, қолы да, тілі де, жүрегі де күнәға толы болған күнәһар пендең сенің жәннатыңды сұрауға қалайша дәті барсын, бірақ сенен бір өтініш, мені ертең тозаққа сала көрмеш деп дұға қылды дейді. Я Раббым Алла, мен күнәһармын ғой. Мен сенен жәннатты сұрауға қалайша дәтім барсын, мынанша күнәні көтеріп келіп отырып күнәһар бола жүре. Бірақ сенен бір өтініш, я Раббым Алла, тозаққа сала көрмеш мен деп айтты. Негізі мына дұға ерекше дұғада. Бұл жәннатты сұрап тұр да негізі. Бірақ тозақтан құтқаш деп тұр да, бірақ жәннатты сұрай алмайым деп тұрып, жәннатты сұрап тұр да ол негізі. Өйткені тозақтан құтылу, ол жәннатқа кіру да. Үшіншісі жоқ бұл жерде. Бұл Силах ибн Ашиям ал-Адауи табииндердің өмір баяндарынан бір ғибрат сіздерге.